Дәрежеге төреші Азамат Дәрбеков. Ал енді аса қадірменді спорт сүйер қауым. Октагондағы жауынгерлерді таныстырып өтейін. Бірінші, октагонның көк бұрышындағы жауынгер. Оның жасы 23-те. Оның бойы 172 сантиметр. Оның салмағы 57 келі. Оның жеке рекорды. Екі кездесуде жеңіске жетіп, екеуінде жеңілген болатын. Бұл Бишкек қаласындағы Тағай би клубының өкілі Жақшылық Левша Қоңырбаев. Енді октагонның қызыл бұрышындағы жауынгер. Оның жасы 21-де, оның бойы 177 сантиметр, салмағы 57 келі. Ол кәсіби октагонда бір кездесуді өткізіп, о да жеңілген болатын. Ол Алматыдағы Алмас қырандары клубының өкілі Бекзат Қыран Дүйсенбек. Барына чексіздік. Жаңы о абоненттер үшін 4 жұмаға болғаны 495 сом. Дару азыр қошу алда 3 айға арзандатуға ие бол. Чексіз интернет, чалулар, социалдық тармақтар, мессенджерлер, OTV. Сен үшін бары бір тарифте топталған. Переходи на О. Барына чексіздік бұл сонун. Турнирдің алғашқы жекпе-жегі Жақсылық Қоңырбаев, Дүйсенбек Бекзат. Қырғызстан және қазақстандық спортшылар барлығы дайын, енді реферидің рұқсатын алуға қалды. Әлдеқайда тәжірибелі Жақсылық Қоңырбаев әрине бұл жекпе-жекте фаворит ретінде қарастырылады. Солақай деген лақабаты бар айтпақшы. Жақсылық Қоңырбаевтың неге екенін түсініп тұрған шығарсыздар. Қоңырбаев бірден ығыстыра бастады қарсыласын. Алғашқы қателік. Бекзаттың қателігі. Керемет. Не, енді шабуылдау керек. Ондай мүмкіншілік жіберуге болмайды. Соққы өткізіп жатса да қырғыз спортшысы шабуыл үстінде. Жақсы. Міне сол қолында жеткізе салды көздеген жерге. Тұрысын ауыстырып та үлгерді. Қазір Бекзат бірен-сара аяқты да жақсы қолдануда. Жеп. Әдіше күресуге асығар емес. Қырғыз спортшысы дәлірек бұл жерде. Екі соққы қатарынан дәл тиді. Керемет. Тағы да бірнеше соққы. Бекзаттың жауабы бірден. Қарсыласының сол қолын сыртынан бір соққысын жеткізе алды. Жеңіл салмақ болғаннан кейін әрине өте жылдам келеді жіктер. Керемет. Қоңырбаевтың шабуылы. Міне енді Бекзатта біртіндеп жауап қайтара бастады. 1,5 минуттай уақыт артта қалды. Міне тағы оң қолмен дәл тиген соққы тағы да. Және сырт көзге Жақсылық Қоңырбаевтың соққылары ауыр болып көрінеді. Аяқты қоса бастады, тағы да сол қол. Міне қазір Бекзаттың жауабы. Бірақ клинчте қазір демалып алатын сияқты. Жақсылық Қоңырбаев жаңа нокдаунның есесін қайтаруға тырысатын болады барынша. Керемет. Алғашқы раундты бұндай қарқынмен бастайды деп кім ойлаған? Кәсіпқой дебютінде жеңіліске ұшыраған болатын Бекзат. Сондықтан бұл жолы қателікке бой алдыруға болмайды. Қырғыз спортшысының дәл тиіп жатқан соққылар көбірек, бірақ Бекзат әлдеқайда нәтижелі сияқты. Міне тағы да қатарынан екі соққыны өткізіп алды. Бекзат соққы аз жасағанмен соққының басым бөлігі дәл тиіп жатыр. Міне тағы да шабуылға ұмтылды. Бірден жауап. Нокдаунға түсіп қалуға жақын қалған болады. Дүйсенбек
жаттықтырушылардың талабын толықтай орындап отыр қазір қазақстандық спортшы. Нокаут тоқтату керек, иә. Бір ғана соққы. Толық емес бір раундтың ішінде, бір нокдаун да болды Дүйсенбектің орындауында. Бірақ жақшылық міне бір ғана соққымен. Жоғарыда айтқан болатын, сырт көзге дәл осы жақшылықтың соққылары ауыр болып көрінеді. Кстати, Сатай, у него все победы в первом раунде и все досрочные победы, между прочим, у Жақшылыка Қоңырбаева. 3 минуты мен 17 секундында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Жақшылық Левша Қоңырбаев, Қырғызстан. Вот так вот зрелищно начинается наш...